Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі мынау онлайн форматында өтетін біздің мынау семинарымызға қош келдіңіздер деп айтамын. Бұл білесіздер қандай мақсатта ұйымдастырылып отырғаны, себебі аттестация талаптарына қарай, яғни педагогтарды аттестаттау шартының ерекшелігіне байланысты 25 ақпандағы 32 бұйрық бойынша педагог зерттеушілеріміз өздерінің авторлық жұмыстарын міндетті түрде трансляциялау керек болатын, яғни тәжірибе алмасу керек болатын. Сондықтан бүгін бізде 78-ші мамандандырылған лицейдің мұғалімдері, яғни педагог зерттеушілері бірігіп, бүгін бірнеше мұғалім өздерінің тәжірибесімен сіздерге бөліседі. Сондықтан әр кісіге регламент 3 минуттан беріледі. Сол кісілерге сөз кезегін береміз. Ол кісілер бүгін ортамызда қатысып отырған бүгін Алатау аудандық білім бөлімінің маманы Нақысбеков Дархан Сатылғанұлы, одан кейін лицей директоры Шадиев Қайратбек Хамзаханұлы. Олай болса, бірінші авторлық бағдарламасын ұсынатын математика пәні мұғалімі Ильясова Гүлшат Нұрсейдовна, одан кейін Жайна Аманжол математика пәні мұғалімі, Нұрбекова Ара Сейсенова математика пәні мұғалімі, Өкпебаева Салтанат Каджимуратовна математика пәні мұғалімі, Шалқарова Балжан Өмірбек қызы математика пәні мұғалімі, Байтилиева Гүлнар Ашимовна информатика пәні мұғалімі, Бейсенбекова Ләйлім Калиевна информатика пәні мұғалімі, Молдахмет Нұрлан Төлебайұлы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі сіздермен өз тәжірибесін бөліседі. Сөз кезегі Ильясова Гүлшат Нұрсейдовнаға беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің бүгінгі сіздерге таныстырайын деп отырған авторлық бағдарламамның аты функция және оның графиктері 7-ші сынып оқушыларына арналған. Енді бұл авторлық бағдарламаны жазудың қадамдары: нақты мақсаттың болуы, өзектілігін айқындау, нысанды толық анықтау, нәтижеге қол жеткізу. Авторлық бағдарлама жазу үшін енді келесі сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Авторлық бағдарлама кімдерге арналады, не үшін керек, қандай болу керек, дәлелді келтіре аласыз ба деген сұрақтарға жауап беруіміз керек. Авторлық бағдарламамның аты функция және оның графиктері 34 сағат. Курстың мақсаты ұсынылып отырған курс мектеп оқушыларына сызықтық функциялардың графиктерін салуды және оларды функциялардың қасиеттерін анықтау үшін қолдануды үйрету, функцияларды және олардың көмегімен функциялардың қасиеттерін анықтау, сонымен қатар есептерді құрастыру түрлі түрлендірулермен байланысты. Осылайша оқушыларды қызықтырады, әртүрлі қасиеттерін өз бетінше ізденуге, өз бетінше зерттеуге, функциялардың графиктерін пайдалана отырып есептерді шығаруға көмектеседі. Авторлық функция осы курстың міндеті: оқушылардың математикалық білімдерін қалыптастыру, оқушылардың ең қарапайым әдістерге негізделген функция графиктерін құру әдістерін қарастыру, өзіңнің қаншалықты математиканы игергеніңді анықтауға және алдағы перспективаға жету мүмкіндіктеріңді бағалау мен дамыту, математиканың қолданбалылығын көрсете білу. Енді күтілетін нәтиже қандай болу керек? Алынған білімін басқа салада қолдануға болатынын түсінеді, өз пікірлерін тиянақты талдайды, нақты жеткізуге жинақтайды, шығармашылық ойлауға, жеке және топпен жұмыс жасауға дағдыланады. Авторлық бағдарлама құрылымы: түсініктеме хат жазуда нені ескеру қажет? Сұраныстың болуы, ресурстардың болуы, бағдарлама жазудың себептері, мақсат, міндеттер мен күтілетін нәтижелері қандай болуы қажет? Тақырыпты қалай таңдаймыз? Тақырып қысқаша әрі нақты болу керек, тақырып жас ерекшеліктеріне сай болу керек, қызығушылықты ояту керек, тақырыпта негізгі мәселе көрсетілуі тиіс. Авторлық бағдарламаны жазудағы басты қағида: білім мен дағды, күтілетін нәтиже, міндеттер және мақсаты. Авторлық бағдарлама құрылымын тұрақтылау, жоспарлаудың тиімді жолдары: тараулар мен тақырыптарды ерекшелеу, оқу материалдарының мазмұны, жетекші тақырыптарды айқындау, тараулар мазмұнының көлемі, меңгеру деңгейлерін көрсету.
Ақпараттық әдістемелік бөлімі критериалды бағалау жүйесі нақтыланады. Қалыптастырушы бағалау, оқушылардың білімдерін күнделікті бағалау, жиынтықты бағалау, оқушылармен тарау бойынша білім бөлімдерін бағалау. Авторлық бағдарлама құрылымы, әдістемелік нұсқаулар бөлімі. Ерекшеліктері: сабақтың өткізу формалары, көрнекіліктер, дидактикалық материалдар, әрбір тарау немесе тақырып бойынша негізгі мазмұндық бөліктер. Авторлық бағдарламаны жазудағы әдебиеттер мен қосымшалар: оқушыларға арналған әдебиеттер тізімі, қосымшалар, яғни КМЖ есептерін шығару үлгілері, мұғалімдерге арналған әдебиеттер тізімі. Авторлық бағдарламаны бағалау критерийлері: жобалық талаптарға сәйкестігі, материалмен қамтамасыз ету сапасы, бағдарламаның жаңашылдығы, әдістемелік ұсыныстардың болуы, мазмұнның толықтылығы. Рахмет. Енді сөз кезегін келесі әріптесіме беремін.